мен гүлді құлатып алдым. Осындай қызықты десерт көргілеріңіз келсе, менің видеомның соңына дейін болыңыз, және де осы десертті балаларыңызға жасап қуантсаңыздар өте керемет болады. Ең алдымен осындай қағаз стақандарға 200 грамм дүкеннің шоколадының жартысын құйып, бірінші қабатын қатырып аламыз. Стақандарымызды тоңазытқышқа қойып қатқанға дейін кремімізді дайындаймыз. Өте салқын тоңазытқыштан жаңа ғана шыққан сливкимізді алып, миксеріміздің жай жылдамдығынан арттыра отырып, жоғарғы жылдамдыққа дейін жақсылап миксерлейміз. Сливкиді тым ұзақ миксерлей беруге болмайды, себебі ол сармайға айналып кетеді. Яғни іріп кетеді. Сол себептен осындай қою болған кезде тоқтатамыз дағыны, творожной массамызды қосамыз. Менде дайын творожной масса, арасында мейіздері бар. Егер де балалар мейізді ұнатпаса, онда мейіздерін алып тастасаңыздар да болады. Осыны әбден осылай астына үстіге қарай араластыра отырып, міне осылай етіп әдемі масса жасап шығарамыз. Бұл жерде миксерлеудің қажеті жоқ. Творожной масса болмаса, творожной сыр алсаңыздар да болады. Міне осындай әдемі крем сияқты керемет ортасына салатын салмамыз дайын. Енді Орео печеньесін алып, қалағаныңызша аласыз. Сосын ортасындағы кремдерін бөліп алып тастап, сыртындағы печеньесін бөлек үгітіп аламыз. Үгітілген печенье ол гүлдің топырағы болады. Ал ортасындағы кремді массамызға қосып, толығымен араластырып шығамыз. Бұл да ерекше дәм береді. Енді бұл массамызды кішкене тоңазытқышқа қоямыз. Және мына тоңазытқышта тұрған стақандарымызды алып, екінші қайтара тағы да шоколад құйып, қалыңдатып аламыз. Мына осылай жақсылап тұрып, жан-жағының барлығын қасықпен толықтай жабып шықтым. Кремімізде холодильникте 15 минуттай тұрды. Ал печеньені үгітіп алдым. Ал енді стақандарды кішкене жылдам алыну үшін осылай шайқап аламыз. Яғни қағаздан шамалы босатып аламыз. Сыртындағы қағазын алып тастасаңыздар да болады, алмай сол күйінде қалдырсаңыздар да болады. Мен біреуін алып жасап көрдім, ал біреуін қалдырып жасап көрдім. Демек, қайсысы шынайы гүлге ұқсайды, қазір соны көреміз. Енді осы шоколадты стақанның ішіне кремді толықтырып алып, кішкене қасықпен тұздап басамыз. Міне күрекшемен осылай шамалы кішкене басып шықтым. Енді осының бетіне үгітілген Орео печеньесін салып, шынайы топырақ сияқты етіп жасап қоямыз. Бұл балалар үшін таптырмайтын өте қызықты десерт. Жасап көрсеңіздер болады. Пісіруді қажет етпейді, ешқандай да. Өте оңай, 5 минутта ғана дайын болатын, қызықты әрі дәмді болатын десерт. Шынайы гүлге ұқсау үшін бетіне осындай мята қойып шықтым. Біреуін қағазбен, біреуін қағазын алып тастап жасап көрдім. Қайсысы шынайы көрінетіндігін комментария бөліміне қалдыра кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Және келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.